Ассаляму алейкум, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен кереметтей осындай бөлкелер жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Қараңыздар, жұмсақ түрі деген сондай керемет болып шығады. Бір жасағаннан ашып кеткен айраннан жасаймыз. Ашып кеткен айранымызға дрожжымызды қопсытып көтеріп аламыз. Мен құрамын жазып кетем. Жылы сумен дрожжды араластырдым. Осылай көтерілгенін күтеміз. Содан кейін ашыған айранымызға қосып, екеуін бірге араластыратын боламыз. Екеуін жақсылап араластырыңыздар. Айран міндетті түрде жылы болу керек. Одан кейін қалауыңызша кішкене тұз қосасыздар. Егер сіздерге тәтті бөлкелер қажет болатын болса, онда қант қоссаңыздар болады. Және жұмыртқа қостым, бір дана. Менде тәтті айран, сондықтан мен қант қосқан жоқпын. Енді осыған ақырын електен ұнымызды өткізіп, осылай қамыр ашытатын боламыз. Міндетті түрде басында осылай кез келген жаңағындай араластыратын құралмен араластырыңыздар. Кейін қасықтың араласуы қиындай бастаған кезде қолмен қамырды елейтін боламын. Өздеріңізге байқалады, бұл қамыр өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Сондықтан міндетті түрде жасаған кезде кішкене қамыр жабысқақ болуы мүмкін. Ол қамырды маймен немесе ұнның көмегімен ұстап, солай бөлкелерді жасайтын боламыз. Міне менде уже қасықтың араласуы қиындай бастады. Осы кезде қолыммен қамырды елейтін боламын. Ең соңында қамырды елеп болғаннан кейін барып сұйық май кішкене қосып жібердім. Қамыр жақсы иленуі үшін, қолға жабыспай. Міне сұйық майды өстіп соңында қосып жіберіңіздер. Сонда қамырларыңыз кішкене қолға жабыспай, осы ыдыста кішкене жабыспай осылай қамыр болып елене бастайды. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, енді осы қамырды жылы жерге бір 30-35 минут, ары кетсе бір сағатқа қойып қойыңыздар. Сразу ашып шыға келеді. Міне менің қамырым ашып дайын болды. Қараңыздар, қанша есеге көтерілген. Жаңағындай кішкентай қамырдың өзі. Жаңа мен ыдысымнан тасып кетті да, содан мен үлкен ыдысқа ауыстырдым. Енді осыдан кез келген бөлкелерді жасасаңыздар болады. Өздеріңізге қандай формасы ұнайды булочкалардың, сол форманы жасай беріңіздер. Мен қазір мейізбен жасаймын және творогпен жасағым кеп тұр. Қантпен де істесеңіздер болады. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай бөліп алыңыздар тестаны. Міне мен осылай бөліктерге бөлдім. Одан кейін барып, уже жасауды бастайтын боламыз. Кішкене қамыр жабысқақтау болады, бірақ сіздер соған қарамастан кішкене ұнның көмегімен илеп аласыздар ғой. Қамыр өте нәзік, жұмсақ болып, бірнеше есеге көтеріліп піседі. Сондықтан қамырмен жұмыс жасағанда кішкене ұқыптылық қажет болады. Міне ұнға қолымды матырып үстін басып жатырмын. Шаймен өте қатты жұқа қылмаңыздар. Ортасын осылай менде бөлетін құрал бар. Сондай бөлгіштің құралымен немесе пышақпен істесеңіздер болады. Міне бірінші бөлкем дайын болды. Осылай қойып, бетіне жұмыртқаның сарысы мен сүтті араластырамын да, осылай жабып шығамын. Болды, осыны қызып тұрған пешімізге 150 градусқа қоясыздар. 15-20 минуттың ішінде пісіп шыға келеді, тексеріп тұрасыздар. Енді менде соңында сүзбемен жасағым кеп тұр. Сүзбемен жасайтын кезде осылай қамырымды жеке-жекеге бөліп жатпай, осындай домалақ бір күлше нанды аламын да, соны осылай жайып шығатын боламын. Одан кейін үстіне сүзбемді салып шығам, яғни творогты. Міне өздеріңіз қарап тұрсыздар ғой, сол сияқты. Бұл творогтың ішінде қант пен кішкене айран қостым, сметана. Содан кейін барып араластырып, осылай қамырдың ішіне салдым. Мен құрамына міндетті түрде жазып кететін болам. Кішкене осылай елеп, осылай созғылайсыздар. Осыдан кейін осыны кәдімгі қайшымен бөліп шығасыздар. Кәдімгі таза қайшы бар ғой, кухняда тұратын. Сол қайшымен бөле бересіздер. Міне пышақпен де бөлсеңіздер болады. Одан кейін пергамент бумаганы астына төсеп, соның үстіне қызып тұрған пешімізге
бетіне жұмыртқаның сарысын жағып алып, осылай 150 градуста бұны да пісіріп аласыздар. Енді әдемі болып шығады, өте жұмсақ, творогпен нәзік болып шығады. Ал қалған қамырларды егер қаласаңыздар тоңазытқышқа қатырып қойсаңыздар да болады. Келесіде осындай бөлкелер жасаған кезде үйіңізде дайын тұрады. Тек тоңазытқыштан бір 15-20 минутқа алдын ала шығарып аласыздар. Сонымен міне біздің бөлкелеріміз дайын болып шықты. Қараңыздар, керемет болып шықты. Ашып кеткен айранды төкпей осындай бөлкелер пісірсеңіздер болады. Қамыр ашсаңыздар болады, нан илеп. Осымен менің каналыма тіркеліп алыңыздар.